пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Омар бар жанында бірнеше адаммен отырған кезінде бір жорықтан кейін, бұл Таиф соғысы, сол жерде бір жас жігіт пайғамбардың алдына кіреді. Я Расулалла, датым бар. Я, айтыңыз дегенде айтады. Я Расулалла, сіз әділетсіздік жасадыңыз дейді. Ойласаңызшы, пайғамбарға айтып тұр. Сіз әділетсіздік жасадыңыз дейді. Дінге жаңа кірген адамдарға көп беріп атсыз, көп қызмет қылған адамдарға аз беріп атсыз. Бұл әділетсіздік, бұған бағынбаймын мен дейді. Сонда Омар орнынан атып тұрып, сен пайғамбарға әділетсізсің демекшісің ба? Я Расулалла, берші, мен бұның басын кесіп тастайын дейді, қылышын шығарып. Мен ақ сөйлесем дейді. Бірнеше сахаба тұрады, бұны мойнын үзіп алам, мен бұның қылышсыз ақ дейді. Айтшы маған дейді, былай қолмен жұлып ала салайын. Сонда пайғамбарымыз тоқтаңдар дейді. Болды, рахмет, айтатының осы ма? Иә, болды, рахмет, кете бер дейді. Кетіп баратқаннан кейін пайғамбарымыз айтады, анау жігітті біліп аңдар дейді. Тура осыған ұқсайтын жігіттер қияметке жақын келеді. Сендердің оқыған намаздарың олардың оқыған намаздарының ішінде еш нәрсе емес. Олардың тұтқан оразалары сендердің оразаларыңнан артық, оқыған құрандары көп, сондай керемет құлшылықта болады. Бірақ оқыған құраны тілінен арғарай аспайды, жүрегіне отырмайды. Дінге қалай кірсе, садақтың оғындай діннен осылай атып шығып кетіп жатады дейді. Қазіргі кез туралы айтылған сияқты, байқайсыз ба? Қазіргі кезде жастарымыз дінді ұстанады. Сөйтеді да анау кәпір, анау мұнафық, анау мүшрик, анау сатылған, анау атылған, ананы құрту керек, мынаны үйту керек. Көп бұлар. Байқайсыз ба? Осы ауру бар. Осыны пайғамбарымыз бұрын айтып кеткен. Солар менен күресіңдер деген, соларды түзетіңдер деген. Иә, пайғамбарымыз осы жігіттерді айтып кесіп кеткен. Оларды хаварижу заманина дейміз, біздің заманның хавариждері дейміз. Бұлар немесе тәкфирші ұйымдар деп айтамыз. Бұларды жихадшылар дейміз. Осы топ азаматтары қазір біздің қазақтың дін ұстанған жастарының лайықлануына себепкер болуда. Осы кісілердің себептерінен біздің жастарымыздың арасына түрлі дерт кіреді. Бірден айтады, анау имам былай айтты, көрдің ба дейді, Құранның мына жеріне дұрыс келмейді, бітті, ол сатқын дейді. Ана жерде кәфір, анау мүшрик, анау анандай дейді. Айту оңай. Бүгін мынаны тыңдаса, ертең оны тастап кетеді, ананы тыңдай салады. Өзі шындап келіп, отырғызып қойып, мысал болып жатыр ғой, мына Ақтөбеде де мысал болып жатыр. Жігіттерден сұрайса, сен өзің не оқығансың, Құраннан не білесің десе, бір параға жетпейді жаттаған Құраны. Тәжвидінің өзі қате. Жарайды, дін туралы не кітап оқыдың? Ислам діні туралы авторитетный не кітап оқыдың? Фиқтан не оқыдың? Ақидадан не оқыдың десе, басын салбыратады. Брошюркілер ғой, анадан қашқан дейді, уағыз тыңдадым дейді. Болды. Бірақ солар қолына қару алады, солар үкім жасайды. Осы нәрседен сақ болыңыз. Бұл жігіттіктің буы дейді бұны. Дінді ұстанасыз. Өзіңіздің ұстанғаныңызға қанағаттанбаушылық пайда болады. Өзіңіздің осы діндегі жан-жаққа деген махаббатыңыз күшейгеннен жан-жақтан дұшпан іздей бастайсыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ол туралы әдемі хадисі бар. Инна дина матин, мынау біздің дініміз өте қатты дін. Фауғилу фихи биррифқ, оған келгенде жұмсақтықпенен келіңіздер. Фа иннал мунбатта, себебі апырақтаған адам дейді. Вәлә захран абқа, вәлә ардан қата. Астындағы атын қалдырмайды, баратын жеріне жете алмайды дейді. Мынау біздің дініміз мықты дін. Сол дінді ұстанғанда жұмсақтықпен ұстану керек. Оны асығыстықпен, апырақтықпенен бәрін ұстаймын, мен үйтемін да, бүйтемін да десеңіз, еш қайсына жарамайсыз. Дін жұмсақтықты талап етеді. Бауырлар, жұмсақ болыңыз, кең болыңыз,
кешірімді болыңыз. Бұл біздің дініміз кең. Сіз бір ғана хадис естіген шығарсыз. Сіз бір ғана пікір естіген шығарсыз. Екінші жағдайын ойласуыңыз қажет болады.